Ассалаумағалейкум. Экранның ар жағынан бізді бақылап отырған әзиз тамаша көйлер, хүрметлі отандашлар. Бұл мен үшін жаңа баслама, бұл мен үшін жаңа бір дәреже деп айта аламыз. Не үшін? Себебі мен YouTube'ға қазір жоба істеп отырмын. Мен алдын телевидениеде істедім. YouTube оған қарағанда бір қанша жеңіл. Демек, біздің баслап отырған бұл жобамыз дода деп айтылады. Бұл жерде бірталай затлар додаланады, бірталай затлары додаға түседі, сынға түседі. Мақсат не? Мақсат еліміздегі негізгі адамлардың қайсы жақсы емес тәріплерін халыққа көрсету, һәм елдің алдында жүрген инсанлардың ел білмейтін сырларын ашу болып есептеледі. Демек, біз бүгінгі бірінші көрсетуіміздің өзін жоғарыдан баслағымыз келді. Елдің арасында көп додаланатын инсанлардың бірі Буният Эгембердиев. Сіздер оны танымайсыз, бірақ Бунтайды танисыз. Ал, ассалаумағалейкум. Қош келіпсің. Сіз де көрсетуге қош келдің. Рахмет, шақырғаның үшін. Енді бұны біз қатты бір сыр тұтып анау-мынау деп отпаймыз. Негізінде бұның баслануының кеңесі, ұсынысы да өзіңнен болды. Сондай бір зат баслауың керек деген. Бастан баслап айтып өтейік. Бұл Бунтайдың орысша айтқанда инициативасымен, яғни басламасымен басланған зат. Бірақ қалай айтайық? Бүгінгі сұраулар ешқайсысы келісілген жоқ. Бүгін қадімгідей мен тараптан сұраулар беріледі, һәм Бунтай тараптан жауаплар келеді. Демек, кеуілгей бәрі жақсы. Жақсы. Камера бірден сәт жүсім болды. Ұят емес шоуға Қадырниязды мен қонаққа шақырдым, потому что Заировларды не қылған кезде олар актерман деді. Қадырнияздың актерсыз да оқып жүргенін білеміз, оқыды, мұғаліман болып жүрген. Содан кейін шақырдым Қадырниязды, потому что бұларға нормальный ответ қайтаратын адам керек болды. Былай, сен не жүрсен деген. Енді ол кезде мен өзімнің YouTube каналымда спокойно былай жакетте отырдым. Ал енді Қадырниязға келгенде, мәдени киім отырыппын. Құда қалесе видеоны ақырына дейін көрсеңіз, потому что Қадырнияз бетте мен қонақтамын, сөгінуге, қопал сөйлеуге хақым жоқ мен. YouTube бір мәністе еркін, һәм бүгінгі жобамызда еркін болып есептелінеді, бірақ дегенменен сол этика, эстетиканы сақлаған халда, әдепсіз көріністерден және әдепсіз сөздерден сақланған халда бүгінгі жобамыз, көрсетуіміз болып өтеді. Ал енді сұраулардан бастайық. Көп адамлар жазды видеоның астына, Бунтай һәммені жөнлегісі келеді, бірақ Бунтайды кім жөнлейді деген нәрсе болды. Енді елдің алдына Бунтай деген келген уақытта қайсы ана сөгінетін блогер ме деген әңгіме кетеді. Сөгінетін блогер ме деген әңгіме кетеді. Енді бұл қалай? Көпшіліктің, ел халықтың алдына сөгініп шығу деген қайғырлым этика, эстетикаға тура келеді сеніңше? Енді бұл зат Россиядан бастады негізі. Мен негізі рэп музыкантпын. Блогер боламан деген олыма мақсатыман, ниетіман болмаған. Енді бір бизнесмендер Қарақалпақ қызының шаңына тиіп сөйледі. Россияда отырғанымда ешкім сөйлемеді. Бізде ол адам аз жақсымыз. Соның үшін атын айтпай жасы үлкен адам жауылып кеткен темада ол. Содан кейін бірінші болып бас көтеріп шықтым. Сен не деп сөйлейсің деп. Негізі менің националистім өзбек. Папамам, мамам өзбек. Қарақалпақта туылдым. Өзбекше сөйлей алмаймын. Арым келді, жаңағы жігітке сөйлеп шықтым. Сен неге ондай Қарақалпақтың қыздарына сөйлейсің? Содан басып сөгінсіп, қырылсып, уже сондай атақ алып кеттім. Қазір қанша зат қылмайын, бәрі ол атақ не қыламайсың? Бөрінің аузы жесе даған, жемесе даған дейді ғой. Адам пока мен өзімменен личный сөйлесіп көрмегенше білмейтін қандай. Менде де андай қасиет бар. Біреуге ақлану, біреуге жақсы көріну деген затым жоқ. Егер анық мені жақсы білгісі келген адам бір ауыз сөйлесіп көрсе, уже қандай адам екенін біледі. Менде жаңағы нәрсе баста тек ортада бір маңызды мәселе болған үшін, соған сөгінуге мәжбүр қылған мәселе болған үшін, соның менен интернетте, Инстаграмда видеолар басланған. Содан бастан одан кейін басқа шықты. Құласы сол жақта андай бір не дейді, сондай бір ортадағы бір ұнамсыз жағдайларды шешіп беретұғын бір образда, сондай бір персонажда интернетте пайда болдың. Негізі мынандай да Қадырнияз, хақиқаттың өзіне қарайық.
блогерлармен қатынасасың, қосықшылармен қатынасасың. Аквайы халық оған дерегіне жазғанмен анау көреді, бәрі көрмегендей болады. Сол үшін аудиториясы бар адам керек болды да. Оларға сен мына затты қате қылып жатсың деп жеткізіп беруге. Енді аудитория бар, мәселен, любой, мәселен, Ажинасов Егасов болсын, Топланбек Исахов болсын, бір жаман зат қылып жатса, мен айтып шығамын прямо. Сен жаман зат қылып жатсың деп. Оны уже естеп, мені халық көргеннен кейін бәрі аналар ответіне ответ қайтарады. Егер аквайы халық қосықшы болсын, блогер болсын, соған дерегіне жазса, қарамағандай болып, типа көрмегендей болып отырады. Сол үшін мен ойладым, сондай ашық ақиқатты алып шыққаным жақсы болады деп. Мақұл, енді ол алып шығып отырған темалар бойынша гәп жоқ. Қазір сонда дайректке келген сондай бір mürajaatнамалардың дерлі әммесіне жауап бересің бе сонда? Әммесіне жауап беремін. Бұл үшін сөккен адамға да, қарғаған адамға да әммесін қарап отырамын. Мәселен, 2010-ның баласы бұдан 2 жыл алдын үйінен шығып кеткен. 3 күн болған жоқ. Районның баласы екен да. Соны 1 сағатта тауып бердім мен. Фотоға историясын қойып жібердім 24 маркетке келген екен да, нан сорап. Сөйтіп студент қыздар оны үйіне алып кеткен, далада қалып қойған ғой деп. Сол түнде түнгі 2 ма 3 ма сондай. Ол студент қыздар алып кеткен себебі азанда городельге апарамыз бұл баланы деген ғой. Сондай ой болған, короче. Сөйтіп жаңағы 24 маркетті істейтін бала мені көреткен, бұндай брат, мынаяқтарында көрдім деді. Ау қайсы қыз десем, ол мынау біздердің студент қыздар ғой, неде тұрады деді. Соны жүгіріп бардық. Құласы 1 сағатта тауып бердім ата-аналарына. Түнгі 2. Яғни сол хабарларды үздіксіз қарап тұрасың Инстаграмда. Енді бір сұрау. Үйлендің, яғни шаңырақлы адамсың. Шаңырақты бағу үшін, қара қазанды қайнату үшін негізгі талап не? Қазір енді бұл сенің студияң, осы жерме негізгі тикарғы талабың? Тикарғы талабым бұл музыкатлар, мәселен, музыкада запись етеді ғой. Мәселен, көп қосықшылармен сөйлесе мен Айбек Жамалов, Бақти Марадович, просто өздеріңіз үшін істеп қойдым, балаларға комфорт болсын деп. Атақ тикарғы талабы оны Инстаграмда да айтып жүрпен, қазір айтамын. Реклама. Бұлайынша тұрақлы түрде шоғыланатын басқа кәсіп жоқ әзір? Кәсіп жоқ. Реклама менен. Қазір, мәселен, енді кешегі мен ұят емес шоуда барман. Ол жердегі тематика бір блогердің, яғни дұрыс емес затты дұрыс істеп жүргенін өзіне дәлелдеу болды біздердің мақсатымыз, һәм оны тоғры жолға салу болды. Һәм ол жерде мен ол жерде сұрау қойдым. Сенің түсінігіңше нормал деген жағдай қайсы сенің түсінігіңде деген сұрауды. Мәселен, қазір сенің де істеп жатқан затларың нормал жағдай, бұл өзің үшін. Алып шығып жатқан затларыңды енді білеміз, кейінгі сұрауларды береміз енді ол мәселелер бойынша. Бірақ сөгіну деген қай дәрежеде нормал сен үшін? Интернетте енді өмірде енді ер жігіттің болады ғой. Ұзақтан басайын ба? Мен 87-те ажағам бар. Шахрух деген. Бақадар Разымбетовлермен бірге оқыған. Музыкант. Дауысы гүлдей. Сол 2000 жылдары сол біздің ажағам музыкант бола алмады да. Музыкант бола алмаған себебі ол кезде ақша ет бәрі зат. Қымбат ет еще. Бола алмады да. И содан кейін қалай болды? Сол мен каким-то образом сондай жауап қандай еді өзі? Мен естімей қалды ғой. Сұрау ма? Рас. Сөгіну, интернетке сөгініп шығу қай дәрежеде нормал? Нормал болды. Сол ажаға музыкант бола алмады. Потом мен Россияда жүріп, 2 қайтыс болған адам жібердім да, карантиннің уақытында біреу, одан алдым біреуін жібердім. Ол кезде мені текке сөгіне беретін бала диван білетін еді. Әртүрлі музыкант деп білетін еді, кстати. Россияда, Санкт-Петербург қаласында жүргенде жібердім 2 адамды. И сол кезде жіберіп, сол кезде уже танып басладым, одан кейін бағанағы скандал болды, танып басладым, енді көп адамлар мені признавать етпеді да. Именно эстрадан қосықшылар. Мәселен, Айбек Жамалов бар ол жерде, мені признавать етпеген. Бірақ Байрам Педуаев біздің фанат еді ол кезде. Менің сөйлеген сөздеріме қатты қызығатын еді. Айзбек Айтчанов, Алишер Алламбергенов, Мақсет Өтемұратов, Диджей Мейран, осылармен атын шенім жақсы еді Россияда жүргенде. Олар былай нормальный қарайтын еді, соларды жақсы көретін, басқа музыканттарды танымайтын еді негізінде. Көбісі жаман сөйледі, неғылып мен на принцип істедім, былай келетін мысақ. Мен
сондай характерім бар, мен сілерге ұсы характерім менен Құдай қаласа топқа шығаман дедім. Сол зат істедім. Мынандай зат бар да, мен басында қап қойғаннан, көшеде өскен баламын ғой, басында қап қойды да, қыдырындай зат. Жаманлықпен жақсылық істеймін дегенде. Жаманлықпен біреуді бансадан ұрысып, қырылысып, сөгісіп аудитория жинадым, бірақ соны хайыр сахауатқа қаратамын. Яғни егір жолменен адам жинасам да тура жолға жұмсай аламын ол бағдарды деген мәністе. Енді қазір бір сұрауда набада ұлыма дейді, бұндай ұлыма сөгінбей интернетке шығатұғын болса, мен өзімнің ойым. Қорқасам ба сонда бұл аудитория бұрынғыдай қызықпай қалуы мүмкін деген заттан? Наоборот, қайта сөгінбей шықсам аудитория күшейеді менде. 50 мыңға дейін барады. Азыр мәселен 38 мың ғой просмотр историяның. Сөгінбей шықсам уже 50-ге дейін көтеріп басылайды. Адамдар подписка басып басылайды. Кішкентай балалар басып басылайды. Уже статистиканы қарап отырасың да, көбейіп басылайды. Бұл бірақ өзіңнің әзір бұлай айтқанда бір фишки деп айтады, бір адамның бір фишкасы болады. Мәселен, өзіңе бір шектеу қойсаң да, енді ол да мәселен сен бұрыннан сөгініп еркін дөретушілік істеп кеткен адамсың, мәселен, еркін сөгініп саған шектеу қоятұғын ешкім жоқ. Бірақ енді набада болып өзіңе өзің бір күллер болып қалды, негіз дұрыс емес ау деген. Енді мен сөгінбей шығуым керек интернетке десе, Бунтайдың баяғы образы жойылып кетпей ме? Мынандай, мәселен, бағана видеоның басында айтқанымдай, мен қасымда мәдениетлі, оқымышлы адам болса, мен костюм киіп, сол адамға атына дақ тигізбеу үшін қолдан келгенше мәдениетті болуға тырысамын. Мәселен, мәдениетлі жерде де мәдениетті тұтамау өзімді. Негізі көп адамдар интернетте ойлайды да, бұндай өмірде де сөгініп, деп жүреді деп. Негізі мен сондай сөгініп, ашулам шығамын ғой Инстаграмға. Сол кезде сондай агрессивный болып шығамын да, потому что себебі бар да ол зат. Мына жақта бір блогер халықты алдап отыр, ол халық маған жылап жаңа обращение істеп жатыр, мен солармен отырмын, қазір сенімен отырмыз ғой деп. Сондай қылып отырамын да, мен ана адамды өзімдей көремін да, сөйтіп ана блогерге ашуым келеді. Рас, уақытында ана киноға лайк басып ақша табасам дегенде, мен блогер реклама қылып. Бір қатын үйіне бардым келді. Жаңа қатын енді бейшара үйде отырып ақша табайын деген, кредит алған, кредитін төлей алмай жылап отыр. Наны жоқ үйінде, қап-қатты столдың үстінде. Просто не за что какой-то блогерге сеніп, созатлат қылып атқан, жәбір шегіп атқан халық көп. Расын айтатын болсақ. Соларды мен өзімде көргеннен кейін өзім ішіме саламын. Ұйқылай алмай шығамын расы. Мысалы өткенде де айтып едім, Димитровмен ұйқылап жүріппін деп. Қазір лечение алып бассам, құдай шүкір бәрі жақсы. Ішіме сала беремін да бәрі зат. Содан кейін аналарға агрессивно нападать етемін да. Кім болудан қатты назар. Яғни халықтың зиянына бір блогер халықтың зиянына істесе, оған жүйкең шыдамайды. Шыдамайды. Ол азыр мен былай камераның алдында емес, оны Инстаграм прямой эфирлерде, Телеграм каналдарында айтып бар. Расы да қыдырынады. Может, сен білмейтін шығар, мен барып отырамын да адамдармен сөйлесіп. Көремін жағдайын, кәдімгідей көремін, менде жаңа менсінбеу деген зат жоқ. Мен адам базарда ташқы сөйлеп бара жатқан братларды көрсем, сәлемдесіп, түсіп, сондаймын да. Рас. Енді қазір жаңа бір өзің бір мағлұмат айттың, негізінде мен сөгінуді тоқтататын болсам, мен қайта статистикам көтеріліп кетеді депті. Не тосқұлық енді азыр, мәселен, олма сөгінуді қойып тастауға. Мен қалай айтайын, мен бір сені туғыр жолға салу, жөнлеу дегендей ой емес. Мен былай айтайын, мен сені историяма шығаруды қалемеймін деп айтайын. Неге? Себебі менің келіншегім мен үйде менің сөгінгенімді естіп көрген жоқ, осы күнге дейін. Мен енді, мәселен, мен сенімен коллаборация қылып бір зат қылсам, сөйтіп мен келіншегім, он кіріп көрсе, ол сенің сөгініп отқаныңды көрсе, мәселен, профиліңе кіріп. Мен, мәселен, жеке ұлыма сенің бір бақылаушыларыңның бір ретінде айтайын да, бұл жерде Қыдырнияз басқа бір емес. Мен оны қалемеймін, яғни менің келіншегім сондай. Бірақ мен сенің жаңағыдай затларыңа қызығама, сенің жілдешілігіңе қызығама, сенің есер соқлығыңа қызығама, сен көремен мен өзім. Бірақ мен үйде отырып келіншегіме мынаны қарасам, Бунтайдың қылып отқанына деп мен келіншегіме көрсете алмаймын. Дұрыс. Мен мәзі қалеп жатырмын, сенің қазіргі алып келіп отырған мынау рақым ұсындай затың, алқымда ұсындай зат, манандай болуын қалеп жатырмын да мен. Мәселен, жаңағыдай айтып отқандай жасыл көлдер де көрсе Бунтайды. Жаңа бағана баста айтылды, қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан деп. Негізінде осы күнге дейін қалыптасып келді ме пікір, бұдан кейін де басқаша қалыптастыруға болады, менің ойымша. Мынандай. Негізі мен Қарақалпақ халыққа үлкен рахметімді айтамын. Біріншіден, что мен осындай елді жасап отқаным үшін. Неге деген мен бар ол,
жас үлкен адамдар уже мені сөгінуіме мән бермейтін болған. Себебін мен саған ісілей доказать етіп берсем бола ма? Міне қара қыдырыңыз. Бағана звонить етін ағыра. Міне пропущенный кеткен, кейін сөйлескен мен. Нағыра енді. Не? Телефонда. Шақырып абонент башқа журналистке жолдастар бұл ойласылған деп білмеймін. Қазір мен естіп білмеймін. Кімге шығып жатқанын ешқандай зат білмеймін. Мен нөмірімді қаяқтан тұрып тауған. Алло? Алло? Ау, апа? Ау, жаным. Мен ғой жаңа Бұнят деген блогер жігітпен ғой. Бұнятсан ба? Біздің жәрдемші балалар звонить етті ма сізге? Ау, рахмет жаным. Алла разы болсын. Құда қаласа ертең алдыңызға барады, жағдайыңызды көреді, қолдан келгенше Инстаграмға шығарып. Рахмет жаным. Жасыңыз нешеде, апа? 47-де мен ғой. Неше Инстаграмнан көресіз, мені? Инстаграмнан көремін, бірақ телефон шығып білмеймін. Қазір расын айтсам, мына ұстап жүрген телефоннан бір ашпамна бейім, бірақ осы түсінемін, бірақ көремін да телефондан. Мен мына персона азыр түнгі бірден кейін тариф болған екен, мен түнгі бірден кейін асаткен да. Сода көрейік отын, анада бір көреді, қылықларından көремін. Ана сөгінгерлерім сізге бір жағы қолайсыз тұйылмай ма, апа, енді жасыңыз үлкен екен? Иә, ана сізді көп мақтайтын, мен айтатын, ай мына жігіт, мен, по-моему, орыс па, я немасы араласыға деп ойлайтын да. Ава. Ана, елен көреттен бір шығасы киіп, неғылып. Ава. Я мен ұнаттым бұлайша неғылмайтын, чувствование екен-ау деп. Ава. Болды онда, апа, азыр біздер интервьюда едік, просто звонить етіп отқан соң. Мен ертең сізге барамыз, құда қалайсы алдыңызға. Қолыңыздан келгенше не қыламыз? Жәрдем қыламыз, құда қалайсы. Бірақ не, ақұдай, мынандай камерасы мен немай қоямын, қызым бар да менің. Онда ситуациялар көп, апа, құда қалайсы жәрдем қыламыз бар. Нема, сіз күндіз келіп, күндіз келсем үйден сыртланды көрсет не олай дема түнде енді қолайсыз болмай ма деген ол. Құда қалайсы барамыз ертең барамыз алдыңызға сөйлесеміз. Яшы, нешелерде звонок етіп келесіз қой? Ава, құда қалайсы звонить етіп барамыз. Яшы, рахмет, Алла разы болсын жаным, рахмет, яқшы. Не, қыдырыңыз, көз алдында жақсы өркен адамдарам уже менің сөгінуім былай не қылуыма әтібар қылмайтын болған да уже. Потому что қазір қарап тұрсам мақтанғанда емес, активный былай кеше мәселен Новый годтан алдын декабрьде, 31 декабрьге дейін біздер тақаташы бір апаңызға жәрдем бердік. Көрдің ғой? Қабарым бар. Енді мынандай зат та, сенен келіп мені көріп жатқан адамдар біздің постымдағы памсыз видеоларды көреді. Біздің Инстаграм былай ашамыз да, мағырап. Былай ашамыз, өтеміз, қара. Кеше қайыр сақауат жоқ. Неге жоқ ол? Потому что мені жақсы көрсін, мәселен мені жаңағыдай мақтасын деп бір көргізбеуге қойғым келмейді да. Мен жәрдем бердім, ана тема жауылды, болды, мен басқасына өтім керекпін да, басқа адамға жәрдем бердім. Ал ол затла мына жақта Жорамбетте тұрды міне, бәрі жәрдем қылған. Мына адамды Ылхан Пырымбетов деген жігітті специальный қайыр сақауатқа жүгіруіне, созатқа бәріне тайырлап қойыппын да. Қолдан келгенше мен сөз бердім, потому что 2026-та көбірек қайыр сақауат істеп, көбірек адамға жәрдем беремін мен. 3 қайыр сақауатлы той бердім. 3 қайыр сақауат. Нөкіс район, Қожелі, Қараөзек. Енді мен Қарақалпақстанда 16 район бар ма? Енді мен және 13 районда беріп, заслуженный блогер деген бір жаңағы атаққа өзім үшін да. Мәселен, қосықшылар, мен районда қосық берім керек қой, заслуженный алу үшін да. Мен өзіме сол мақсатты қойдым да, мен сондай қылып той беремін, әрбір районда. Сөйтіп сондай қылып не қыламын. Блогер, жаңағы қызмет көрсеткен блогер болу үшін деп отырсам. Маған сен өзің личный өзіңім кеп тұрып бар ғой, базардан барып тұрып, медалма, базардан барып, любой зат сатып алып, бұндай сен 16 районға той бердің, саған десең болды, мен соны деп басып қоямын. Потому что мен үшін мен алдыма қойған мақсатым орындады главный. Мен аз бұл жерде бір зат анықтастырып кетейін. Бұл тек өзің дәлелдеу ме, ямаса сондай бір мемлекет тарапынан сондай бір сыйлық алу ма? Енді ол басыл мақсат ол емес, мен жүдә жақсы білемін. Мемлекет жағынан маған сыйлық берсе аламын, бермесе керек емес та, біріншіден. Екіншіден басқа блогерларға, жас блогерларға пример көрсету. Адамгершілік деген зат қалың керек бәрібір. Қандай адам болуынан қатты назар, адамгершілік болу керек. Бір қайсыдыр бір жылы мен негізі менде сондай бір не болды.
сөгінуді бір тоқтатып жүрдің, 2023-те бастадым. 2024-ке дейін сөгінбей жүрдім. бір жыл давамында ұлыма сөгінбей. Қалай болды ол? Жақсы болды. Яқ өмірде сөгінбейтін адамның өзі жоқ қой, расы. Былай айтатын болсақ. Әрбір адам сөгінеді, мәселен, әрбір адамның үйінде сөгінетін адам болады. Семья без урода не бывает дейді, сол уроды мен болып тұрған ғой енді. Екі ағам бар. Әкем өзі военный болған. Сондай, содан кейін мен көбірек адамдарға жәрдем бергім келеді. Мен қазір бұл көрсетудің басты мақсаты енді көп адамдар ойлауы мүмкін қазір Бонтайдың жаңағыдай қарсы анау мен қарсы дұрыс мен жаңағыдай барды бар жоқты жоқ деп айтамыз. Мәселен Бонтайдың бір қылығы үшін Бонтайды түгел тұлғасын жамалап таслай алмаймыз. Ямаса Бонтайдың бір қылған жақсы әдеті үшін һәмме жаман әдетлеріне көз жұмып та жібере алмаймыз. Әрқайсысы өзінің орныменен сөгініп жаңағыдай қате затлар істеді, мен ол затлар қате деп мен айтамын. Жақсы затларды істеді, Бонтайдың ондай затына гәп жоқ деп енді ол затларды айтамыз. Мен басқыш өткім келіп жатырды, сөгіну деген теманы жауып тастап, негізі Бонтай өмірде қандай деген темаға өткім келіп жатырды да. Енді менің өзімнің бір қалеуімді білдірейін, һәм сол қалеуім қайғырлым орындалуы мүмкін емаса мүмкін емес екен айтып өтіп кетіп, сол сөгіну деген теманы жауып тастайық. Бонтай десе, сөгіну деген һәмме соны айтып жатырды. Негізінде ниет бар ма құлас ұлыма, мәселен бір жыл қойдым деп жатсаң, ұлыма түгел ары қарап. Енді жасым өткеннен кейін бәрібір қойым керектен, потому что үйленуім қиын болды ғой мен. Ондай балаға қызымызды бермейміз деген шумлар болды. Үйленбестен ал. Бірақ ұстаған жерім жыламам мен. Камераға алып қарап айтайын. Біздің қайын жұртлар көріп отқан болса, Құдайға шүкір, қызыңызды алдым. Құдай қаласа екінші балалы боламыз. Тойынан бердім қолдан келгенше. Ішпесем мен, шекпесем, біреудің нанын жемесем, сол единственный бір сөгіну адамларға неғып тұрған. Енді сөгінуді қойып, Құдай қаласа намаз оқып кетсем, не деп кәптау аткен менен деген вопрос бар. Адамларға ол. Ал қайын жұртқа келетін болсақ, Құдайға шүкір, ішпесем, шекпесем, үйге базар бермесем, мазасына амасам, азанда кетсем, кеште келем. Демек, құласы күнімененгі додалаған мәселеміздің шешімі жақын арада Бонтай сөгінуді қойып контент істеуі мүмкін. 100% кепілдік бере алмаймыз, бірақ мүмкін. Тоқтатуы мүмкін. Ал енді мен өзімде, яғни сол бағана айтып атқан мен тараптегі подписчик дейміз, мен тараптегі адамдар деймін, мен өзімде сол тарапта едім. Маған көп адамдар айтты, Бонтаймен өмірде сөйлессең мынанда, Бонтаймен өмірде сөйлессең зор бала деп. Мен зор бала дегенді көз алдыма келтіре алғаным жоқ. Бонтай зор бала деген себебі мен интернеттен көрдім. Пәтуассатларды сілейтұғын, сөгінетұғын, ұдайы біреуге тиісіп жүретұғын, біреудің артын қазбылайтұғын адам менің көз алдыма келді. Бірақ өмірде мен сенімен танысып, және де басқа да... Мен саған жаздым. Қыдырнияз, анандай сөйт маған тиіп кетіп жатыр дедім. Сөйт кесе офисқа дедім, Қыдырнияз келді. Сөйт Қыдырнияз мен живой сөйлескен, мен просто көрсеткім келді, живой сөйлесе мен қандай адам екенін деп. Рас, потому что сен ана айтып жатсаң ғой, бір өзі шұқалау анау мынау деп не? Ол шұқалаған адамдардың һәммесі халықты ұйықтатып кеткен адамдар. Қазір оған келеміз. Мен солай ойладым деп жатырмын. Енді қазір өмірде сөйлескеннен кейін, өмірде мен Бонтайменен бір-екі история, ямаса бір затлар қойғаннан кейін, адамдар маған жазады, не үшін Бонтайменен өйтіп жүрсіз дейді. Мен айтамын, Бонтай өмірде жақсы адам деп, мен инстаграмға шығармаймын да оны, мен дайректке жазамын. Бонтай негіз өмірде жақсы адам деймін. Сөйтсем, яғау дейді, яғни олар да мендей болып сенбей жатырды да, елі өмірде қандай адам деген. Бұл интервью барысында негізі көрер, Бонтайдың бұлайынша жеке адаммен сөйлескенде қандай өзін тұтуын. Ал енді сол уақытта маған бір адам жазды. Қазір біз айтып жүрейін. Біз Қарақалпақстан Республикасында жасап жатырмыз, қайсы блогер қандай жаман зат қылса, сразу шақыртады, тур ма? Значит, мен шақыртпаған болса, мен туры жолда жүріппен да. Сол бір сөгінгенім болмаса сол да. Енді ол жаңағыдай тек былай айтады ғой. Жаман зат қылып жүргенімді мен шақыртады. Мәселен, жаңағыдай ұрлық қылып жүргенменен адам өлтіргеннің екеуінің жазасы екеуі екі түрлі ғой. Былай айтқанда ұрлық деп те айта алмаймыз ғой. Кішкентай бір затлар, бірақ мына жақта үлкен затларды қылып атырған блогерлердің, мәселен былай айтайық.
бунтай сөгінеді, пәтуас затларды істеп шығады. Бұл да адам көрсе жаңағыдай бір санасына тәсір етуі мүмкін. Көрмесе ешқандай зияны жоқ. Айрым бір блогерлер жаңағыдай халықты алдап жатырды, ямаса бір өтірік сөйлеп керек емес затларды реклама қылып жатырды. Пирамиданы реклама қылып жатыр. Ол затларды халық қатты бір жаман көріп қалып жатқан жоқ. Сол үшін мен айтқым келіп отырғаны, сұлу сөйлегеннің барлығы жақсы деген адам емес. Сол екінші қарама-қарсы тарапы сұлу емес сөйлеген адамда жаман деген гәп емес. Мен оны қазір не үшін мен бұны бір құрдан құр айтып отырғаным жоқ. Себебі маған сол бунтайды қойған уақытымызда маған бір хабар келді. Бұл хабардың ішінде бір адам жазып қойды. Енді ерінбессіз мен айтып өтейін, себебі жоғарыда бір апаймен сөйлестік қой. Сондай бір апа тағы бір жазып. Ассалаумағалейкум, Бунтай аға хақында толық білмей, олай пікір жүрту қате. Тек Бунтай аға емес, басқалар хақында да. Көпшілік жақсы көретін өз историяларында халықты жанындай жақсы көретін айрым блогерлердің қатарында Бунтай аға әдеуір адамгершіліклі. Бұлай деуімнің басты себептерінің бірі, январ айында мен баламды емлетуге ақша таба алмай, сол һәмме жақсы көріп историяларда сәлем жанларым, сәлем әзизлер дейтін блогерлерге хабарымды оқса да үндемей отырды. Тап сол блогерлерге мақтап жазған комплиментіме әр біріне лайк басқан дейді. Яғни оларға жазған комплиментіне ол блогерлер лайк басқан, бірақ жеке хабарын оқымаған. Мен Бунтаяға хабарласпадым дейді. Класслас жорам айтқан. Солай етіп Бунтаяға менен сөйлесіп көрісіп білдім. Хақиқи блогерлік халықпенен бірге болады деп ойлаймын. Бунтаяға сол халықты өзінің бір бөлігі, ал өзін сол халықтың бір бөлігі сипатында көреді. Менен басқа қаншама инсанға жәрдем бергенін көпшілік біледі. Енді ар жағы өзіңізге. Бірақ Бунтаяға ондай емес деген. Так, Аслан, кім о? Шынбай ма? Айтбаевич. Алла ярмес па? Бұл жерден анасының аты жазылған ғой. Так, қазір Қадырниязға столда тұрған бұл екі документлермен танысып кетуін сұрап қаламыз. Потому что бізде әрбір жәрдем қылған адамнан сондай тілхат аламыз. Қазір бірақ мен оқыған адаммын. Кім екенін білдің бе? Міне отчет. Но сезіңкіреп тұрпан, жаңағы ДЦП деген аурумен бір бала ауырды. Оның себебі енді былай біреуді айтпай-ақ қояйын. Ауыртып алған. Ауырып жатқанда, температура беріп жатқанда үстіне селені басып, нені қосып қойғанда? Кондиционер. Температурасын түсіреміз деп. Ол бала ДЦП ауырып қалған. Кімалда сол балаға біз ақша жинап, Индияға жіберіп едік міне. Индияға жібердіңіз бе? Ала. Соны документ ұлымау. 2013 балам. Оқ даусын шығарып оқысы? Бұқара Эгембердиев Буниятқа Шымбай районы тұрғыны, ат фамилиясын оқымай қояйын, пәленшеден арза. Беремен осы тілхатты себебі 07.01.2025 балам пәленше жәрдем сорап халықтан һәм Эгембердиев Буниаттан материалдық жәрдем етуін сорадым. 7 январдан 14 январ аралығында керекілі сумма толық жиналды. Халықтан 23 миллион сум жиналды. Оннан бөлек 11 миллион өз есабынан. Аты жөні жазылған 14.01.2025. Бүгін съемка түсіріліп атқан уақыт 14 январ, дәл бір жыл болған екен, Документлері бар, ДЦП болған, анализдері. Олар көп блогерге хабарласқанда, көбісі айтып қылмаған ба, сөйтіп, қолдан келгенше жүр. Бұнан көрсетейін деген негізі мынандай да, былай көрсете бергім келмейді да мен Инстаграм тармақларына. Мен жәрдем қылдым, мен сондай жақсыман, мен жаңағыдай ақыллыман деп көрсеткім келмейді. Мен жаман көресіз бе, жаман көремін, бір Құдай тағала көрді, қандай адам екен. Солай созатты білдіргім келеді. Мен сенің істеген жұмысларыңмен танысқаннан кейін ұят емес жаудың алдыңғы нелерін көрдік. Ода пирамида бойынша халық жәбір шеккен бір компания менен N-Work ба? Сонымен істескенде, яғни соны жұмыслап 2714 адам жәбір шеккен ғой, 30 миллионнан есапласаң, уже 88 миллиард болып тұпты. Түркияның компаниясы кен. Нерге келеді?
блогерларға рекламаны береді да бір офис ашып береді 3 миллион 4 миллион. Сондай қылып, мәселен, көп жас үлкен адамдар алданған. Ода. Мәселен, қазір Қыдырниет екеуміз отырмыз ғой. Мамаң неше жаста? Анаң 52. 52 да. Үйде, Қазір жұмыста. Яқ, вообще енді, допустим, үйде дейді. Үйде. Сен далада жүрсең, мен далада жүрмін, біз мамам үйде. Аналарымыз не қылады? Балаларымызға жәрдем болсын деп, үйде отырып ақша табайын деп, сондай затларға араласып қалады. Көбінесе олардың бірге қоңсылары, басқалары тартып, сондай қылып не қылған, келеткенде телефонына сол жерден кредит алып жібереткен, сол жерде ақшаны өткізіп кетеді. Сондай. Сөйтіп, сол теманы көтеріп шықтым, сол тема, сол жерде істеген лидерлар мен үстімнен жазды, қазір ешкім суд болып жатыр. Олардың жазған себебі, сен мені интернетке шығарып абыройсызландырдың. Негізі көп адамдарды шақырып, көп адамдарды, мәселен, сонда N-word жұмыс істейміз деп не қылған адамдар лидер болып істеген сөйде жұмыс. Мен сол затты көрсетіп бердім, көрсеткенде де адамдарға пример болсын деп. Жасы үлкен аналарымыз сондай затқа алданып қалмасын, жасы кішкентай адамдар, жасы міне біздер қатар балалардың, аналарына көбірек уақыт бөлсін деп. Mesela азанда кетеді, кеште келеді, ұйқылайды тұрады кетеді. Негізі ата-анамыз жасы өткен сайын кішкентай баладай болып бара береді, өзің білесің. Соның үшін көбірек олармен сөйлесіп, уақыт бөлу керек та. Көп адамдар сөйтіп алданған. Үйін сатып жіберген біреулер. Енді ол негізінде біздің халық үшін біраз білгіншілік болды ол. Һәм ол жерде жаңағыдай алып барған видеодан пайда, айтылып отырғандай, басқа аналарымыз сол жолға бармауы, және жаңағыдай балалар деп отырмыз, одан басқа пайда тарапы болды ма? Яғни пәлен суммаларды қайтарып ала алған уақытыңыз болды ма? Ямаса елге ешкім олардың үстінен сот қолданып жатыр Ташкентте. Құдай қаласа хаммасын жазаға тартады деген үміттеміз. Көреміз енді. Еле толық жұмақланбады ол мәселе. Толық жұмақланбады, потому что 2714 адамның ақшасы өркен жұмыста. Ташкентте елі сот болып отыр. Ташкент, Нүкіс, Өзбекстан, Қарақалпақстан қосқанда 2714 адам. Олма жәбір шеккен спискіден өткені, елі өтпегені қаншасы бар. Ол уақытта адамлар жабылып келген, саған? Енді ана лидерлары кредитке алған машиналарын алып, адамның көзін не қылады ғой? Байлайды ғой байлық. Мынандай иномарка аласаң, мынандай машина аласаң, мынандай телефон ұстайсаң, егер сен сондай жұмыс істесең деп. Соған жас үлкен адамдар алдады. Мен айтып отқаным, соның шағымланып адамдар саған келді ме? Біздің офистің алды деген, ал айтайын, неше адамды жиналды? Бір сағаттың ішінде. 50-ден зият адам келді бір сағаттың ішінде. Сен оны қайдан білді? Сен интернетке шығарғаннан кейін келді ме ол? Яқ. Сен шеше алады деп келді ме? Негізі яқ Ташкенттен айтқан, сол Қарақалпақстандан бір жаңағыдай блогер тауың деген. Соған мұражат етің деп айтқанда, Ташкенттің ішкі істер бөлімі айтқан ба, бір адамға соның ішінде. Олар менің топ келген каким-то образым. Біздің офисқа келген. Біз админмен сөйлескен, бұл сөйлесіп көрейік келің офисқа деген ғой енді. Сөйтіп қарасам 50-ден артық адам қолдан келгенше, негізі офиста бізде съемка алмаймыз көбінесе. Біз өздеріміз сол үшін да ба. Қолдан келгенше интервью алып, бірінші выпускысын шығардық, уже сонымен кетті ғой. Енді мен ешкімге жаманлығым жоқ, сол жерде лидер болып істеген адамлар, мәселен, аяқ жауылып қалды деді ғой. Жауылып қалғаннан кейін олар айтым керек еді, жауылды деп. Ол дәл шын демей отыр. Еще барып менің үстімнен жазған. Соңын бір талай не болды деген. Қазір Азиз тамаша көйлер, осы жерде айтып өтейік, істеніп отырған бір қанша жақсы жұмыстар бар, сол жақтарды да бақылап қоюымыз керек. Енді мен таңғалдырған нәрсе, сигарет шекпейді, арақ ішпейді деген, бұнтай деген біздердің көз алдымызға нағыз көшенің баласы деген кейіп келген. Сигаретті бір ай болды қойған ма? Негізі алдын шекетіне деген. Сен айтқандай, нелеріңде, видеоларында да бар еді. Азыр бір ай болды, залға барып бұнтай танымай қаласы жақын арада. Мен бір не зат естім, бұл көшенің баласы, бұл әке шешесі жоқ, білгенін қылып үйреніп кеткен деп естім да мен. Ол хабар енді мен тикарсыз деп білемін, қайдан келіп шықты, бір дерегі болды ма?
былай дым агрессивный, дым памсыз болып шыққаным үшін ойлайтын шығар адамдар. Қадірлі тамаша көйлер, санаулы секундқа әтібарыңызды басқа жаққа қаратамыз. Біз Нүкіс қаласы ішінде жүру үшін сізге жақсы таксиді, қолайлы таксиді ұсыныс етеміз. 13-11 қысқа номеріне бейпул байланысып, һәм әр қоңырауға 1000 сомнан бонус ұтып алу имканиятына иесіз. Және әр айда телевизор ұтып алу имканиятына, жыл жұмағында Дубайға жоллама ұтып алу имканиятына иесіз. Таксиді 13-11 қысқа номері һәм мобиль қосымшалар арқылы шақырсаңыз болады. Ата-анаңда үйреніп кеткен бе негізі ол затларға үйде? Негізі ма? Ата-анамды негізі Инстаграмнан блоклап қойып па? Көрмейді. Көрмейді. Не істеп, не қойып жатқан. Текке YouTube көреді, соның үшін YouTube'да мен более мәдениетлі шығамын. Міне біздердің баламыз деп отырышым. Енді біледі ғой, бәрібір біледі. Көбінесе біздің маманың құлағына жетіп баратын затлары, жаңа біреуге жәрдем қылып деген затлар жетіп барады екен да. Уже жаңағыдай айтқанда, уже мен жаңағыдай сөгініп, не қылғанларыма уже адамдар мән бермейтін болған. Қазір табиғи жағдай болып қалды. Табиғи жағдай болып кеткен, бірақ ешбір жас шығып жатқан блогерларға бұны совет етпеймін. Потому что осы сөгініп, сондай памсыз образды Инстаграмда мен көрсетіп, қанша бір затлардан мен айырылып отырыппын, ол затлар мен военный болғым келеді. Мен елге служить еткім келеді. Мен әкем военный болғаннан кейін мен сол затты қалаймын. Мәселен, маған осы проблемалар керек емес. Көшеде жүргенде де хамме суретке түсіп анау затлар болады. Мәселен, көп адамдар жылап келеді. Ол психологически маған удар болады. Мен семьямды практически көрмеймін олыма. Ұлыма бала шағамды көруім, азанда кетем, кеште келем. Осы, мәселен, аралық келіншекпен ұрысып тұрамыз. Внимание маған бөлмесең дейді. Негізі осы жүгіріп, сол затлардың ізінде жүрген қиын зат та ол. Инстаграмда күліп шыға берем, негізі өмірде қиын. Негізі қайыр сақуатты тойлы беріп жүрдім ғой. Сол кезде машинаның кредитін төлей алмай қалдым. Алдыңғы қаражатты банк алып қойды. Кредит, машинаның кредиті қайыр сақуат қылып жатқанда мен бір тиынына тимеймін да. Қасымдағыларым тимеуім керек. Мәселен, тойын бір шаңараққа кіріп барамыз. Кіріп барып, үйлерін ремонтлап, надежный потолокларды ұрып, тойын беріп, лав сторияларын түсіріп, тойдан түскен спискінам қалтасына салып, давай дей жүреміз. Мақсет сол. Негізі бір тойменен 10 адамның тойын берсең болады. Бірақ мен әрбір үйдің деп кіріп неғыла жақпын. Егер менің командам көбірақ үлкенлеу қылсам, мен жылына 16 той беріп тұрамын да. Жылына 16 той деген ол жақсы. Адамдар мәселен қыдырген зандай ғой, шаршау дегенге келетін болсақ. Тойың болды ғой сен. Өзіңнің тойыңды беру үшін ақшаң бар қалтаңда, хамезатыңда. Беру үшін 2 күн, 3 күн жүгіресе, соның өзінде шаршап қаласың. Бізде де енді ақшамыз жоқ. Той береміз. Ар жағын ойлатсаң болады. Қандай ол қиыншылық, ұйқыламау, нерв, стресс. Сол затлар болады. Негізі қиын. Ешбір жас блогерларға совет етпеймін. Сөгініп басылауды. Адамда өзі сөйлеу, әрбір адамның өзінің қылығы бар, өзіне жарасады. Енді маған ұсығылық жарасып тұрған шығар, бұндай сөгіну жаман образ. Бірақ басқа адамдар басқа образ тауып сөгінбей шыққан мақсат етем, потому что қарап отырсаң сенден шыққан блогерлар медал алып жатыр. Мәселен, сонша қайыр сақауат жұмыс істесең, бірақ түк істемеген адамдар медал алып жатқанларын көріп бір арың келеді. Күні-түні ұйықламай жүреді. Яғни сенің істеп отырған сонша мынандай үлкен көлемдегі затыңды бір ауыз сөгінген зат басып қойып жатыр. Басып қойып жатыр. Мәселен, неше жыл екен ұмыттым, оны халық біледі. Россияда 2 қайтыс болған адам жібердім ғой, бізден қарап. Нүкісте біреуін шақырдым, біреуін неғым. Ал 4 күн, 4 сутка ұйықламадым сол кезде. Равиль деген қасымда бала бар еді, ол кезде Матиза деп жүретін. Ана флагтың астына барып, машинды қойып, машин үстіне коробка қойып, ақша жинап сөйтіп не. Сол адамды шақырып әкелдік, бердік. Мәселен, потому что Нүкісте уже мен Россияда жұмыс істейтін, өзім қалтамнан беріп жіберетін едім да. Ал мына жақта жүріп қатты қиын болды да сол. Бірақ алып келтірдік ол адамды. И еще ең қызық заты, қайыр сақауат неге істейсің дейді ғой мен. Мәселен, көп адамдар мындай біреуге көрсету үшін ақылыма, жақсыма мен дегендей қылып істейді ғой. Бірақ оның жаңағы кайфы басқа да. Қандай дейші? Мәселен, мен Россиядан 21 жыл келдім ғой. 2011-де кеттім. 12 жыл ма болдым Россиядан. Россияда жүргенде бір ағаны жібердік.
Сөйтіп Нүкіске келіп прямой эфирде бір кафеде отырып едім, бір бала барсам бола ма деді. Ол келді ол дедім. Сөйтіп келіп құшақлап жылап жатыр да жаңағы бала. Ау, не болды деп. Астен деп ысырдым, не болды ғой астен деп. Біртүрлі болып кеттім да. Енді ана постоянно агрессивный, шумный бола берген екен бір адам деп құшақлап жыласа біртүрлі да. Ондай затты көрмегенмін мен. Сен 17 жасында кеттің ғой Россияға. Жақсылығым бәрі Россияда. Көрмегенмен түсінбеймін сөйтіп. Сондай жіберген адам менің әкем еді дейді. Уже до того степени карантинде жібердік та 2020-да, кстати, карантинде. Оның видеосы да бар, мен саған көрсетемін. Көрсеттім ғой саған, жіберіп жатқанымыз не? Сол. Қап қояды жақта деп ойлап едік дейді да. Мәселен, жаңағыда айтқаныңдай сонша жас зат істейсең, бірақ бір сөгінген баспады. Сонша мен ешқашан артқа қайту деген зат жоқ, текке өзімнің алма қойған мақсатларға жетсем. Енді бір мәселе болады, бұл Инстаграм әлемінде, эстрада дейміз, оның ішінде араңыз жақсы адамлар бар, блогерлерден мүнәсебетлер жақсы. Бірақ конфликтке келген блогерлерден қарсы әрекетлер болды ма осы күнге дейін? Болды. Енді шөлкемлерден болды ол, үстіне қайтарып жазу, және қосымша әйтеуір күшілерді саған қарап жұмсау, озықларды білеміз. Енді блогерлер тараптан андай да. Мен біреуге нападать етуден алдым, полный информация бетонлап аламын. Бұрын сондай едім да. Бетонлап, уже до того степені интернетте бас көтермейтін жағдайда қыламын. Халықты алдаған, 18-ге толмаған адамдармен сөйлескен, көп зат бар. Мен оны еш жаққа шығармаймын, еш зат көрсетпеймін. Бірақ халықты алдап атса, өзіне жіберемін. Тыныш отыр. Болмаса алдама халықты. Кеттің. Болды. Бірақ мен хаммемен жақсымен қарайсың. Сахнаға да шықтық, қосық айтып. Мәселен, қосықшылардың бәрімен жақсымен, блогерлердің бәрімен жақсымен. Азыр бұлай айтатын болсақ, бұрынғыдай емес блогерларымыз. Хаммесі ауызбіршілік болды. Мәселен, андай пирамидаларды реклама қылудан тоқтатты уже. Азартный игра дейді ғой, құмар ойын. Сондайларды реклама қылудан тоқтатты. Соған қуаныштымын. Бұған мен басқа ешкімге жырым жоқ, ешкімге жұмысым жоқ. Өз алдыммен жүре беремін. Бірақ халық жалып етсе, ол болмайды да, ол халықты алдаман көрек. Яғни қазіргі уақытлар сәл тыныш, бірақ енді тыныш дегенде, енді қазіргі уақытта майда шүйдек кішігірім бір нелері болады. Енді историяда өтіп кететін затлар болады. Жеке менің өзім көп мәселе, мен айттым ғой, осындай өздеріңіз қаламеген блогерлермен ұшырасу өт керек, қане соған келің деген бір видео істедім. Мен сен маған жіберген анау пәмсізлік пен парасатсыздыққа статья жоқ, содан кейін олар тоқтата алмаймыз деп мен бір видео қойдым. Соны сен маған жібердің. Мұның ішінде маған тиесілі гәп бар ма, адамдар маған жіберіп жатыр дедім. Мен сол уақытта саған айттым. Мен мұндай сен еркек екеніңді білемін, сен гәпке түсінетініңді білемін. Егер саған әңгімен болатын болса, мен сен жеке өзіңмен сөйлесіп аламын дедім мен. Һәм мен осы күнге дейін сенің айтып отқаныңда үлкен көлемдегі машқалаларды шешпесем де, айырменді сондай миллетке кесірі тиетін, тарихқа кесірі тиетін блогерлердің жеке өздеріменен мен сөйлестім. Дайректте, болмаса телефонда, болмаса жеке. Қосқышлардың да біразымен мен интернетке шығармай сөйлестім оларменен де. Фокусник жігіт бар еді. Мәселен, онам айтып өтейін. Ол да байрақларды көтеріп, деп жүріпті. Қоян алып шығып кеткен. Мәселен, Гогорт Шоу дегенде. Ташкенттегі адамдар Нүкістегі Қарақалпақстан маңайына біткен блогер деп ойлап қалады. Біздерде мен өзімді айтайын деп тұрған жоқпын. Тым мәдениетлі, жақсы контент түсіретін блогерлар біздерде бар. Соларды нөмір один деп білсін. Егер сіз кілем алмақшы болсаңыз, біз сізге Urtex кілем дүканларын ұсыныс етеміз. Бұның абзал тәреплері көп. Біріншіден, бұл қаламыздың қақ орайында жайласқан. Екіншіден, дерлік барлық районлардан тапсаңыз болады. Бұл жерде ізлеген кілеміңізді табу ықтималыңыз жүдә жоғары, себебі бұл жерде жоғары талғамлы һәм кең ассортименттегі кілемлер бар. Бұл жерде төлемнің барлық түрлері бар, һәм өзара келісіп бөліп төлеуге алсаңыз болады. Және бір нәрсені айтып өтуіміз керек, тез-тезден бұл жерде акциялар болып тұрады. Instagram профильдеріне ағза болып, хабардар болып тұруыңыз керек. Мәнзіл, Айдын жол Матеке Жұманазаров көшесі бұрынғы қыз кеткен әзіргі Достық каналы көпірінен Мегаға қарап өткеніңізде жолдың оң тарапында жайласқан. Дым жақсы контент апаратын.
Мұқадас Назирова, Наргиза Қожаниязова, мәселен сен, Алишер, тағым Сұлтанбек Исақов, Ажинас Бегаш, және көптен көп блогерлар бар, жақсы контент апаратын. Бірақ анандай Заировларға оқсаған, Майдашеде Мураларға оқсаған заттар сәл бір абырой түсіргендей болады да. Содан кейін бізде ана Ташкенттен блогер келсе, хаммасы үйіліп барады. Өткенде бір затты көтерем, ННН келіп еді Қазақстаннан. Хабарың бар ма? Сол кезде қарасам көп адам жиналып тұрыпты да, флагтың астында. Сол кезде мен ашумен айттым, сілер біреуге жәрдем қылажақ кезде сөйтіп жиналып қайта 1000 сомнан тастам, сол адамның жағдайы жақсы болып кетеді. Күйіп шықтым, бірақ бір адамнан шықты, бір блогерлар. Сен оны көре алмай жатсың. Мен айттым, оның несін көре алмаймын мен деп. Ол адам істеген, адам істеп. Просто мен өзімнің Қарақалпақстанда жасайтын адамдарға айтып жатырмын. Енді мен ол жерде меніңше сен ол гәпіңді түсінетін адамдар емес. Қараса, сол адамлар Алишердің қасына шығып жинасын мұсыр. Бір раз таза болады Қарақалпақстан. Бұл жақсы гәп. Былай сол адамдар, дым көп та адамдар. Солар былай ақша 10 000-нан тастаса да қанша бір адамға жәрдем қыласың. Енді мен айтайын деп жатқаным, ол жерге шыққан адамлар сен гәпіңді түсінетін адамдар емес. Себебі неге? 15 жас, 10 жас кішкентай балалар ол жерде басым көпшілігі жиналып қалған. Енді ересектер бар, мен блогерлер қасына барғанларында білемін. Блогерлар Ылхам Жәдігер жүріпті қасында. Ылхам Жәдігер жорам емес пе негізі? Шәкіртім ғой мен. Рас шәкірт. Негізі мен білейінші, ара қатынасыңыз жақсы ма? Мен қазіргі уақытта кешеден бастап жақсы болып бастады. Негізі ол жігітім барған себебі Длитоғызай дейді ғой. Туда-суда оны апарып жүрмен деп барған ғой. Бірақ ана кеше Гугурт шоуға барып iPhone бергені сәл қате болды ол бала. Мен өзіне де Инстаграмда да айттым. Сілер сол iPhone-ды өздеріңіздің халқыңызға, өздеріңіздің подписчилігіңізге ойната жақ болсаңыз, 1000 адамға подписка бастап тас. Какой-то ташкентский блогер келді, чтобы өздеріңізге уровень зарабатывать, понтоваться ету үшін телефонды апап беріп жатсыз деп жатпан да. Енді мен сөзім қаншалық хақиқат бар. Сен тура сөйлейтін адамсың ғой Қыдырияз. Мен аз натура сөйледім бе, тура сөйледім. Ол Ылхам не затқа жатады, көре алмаушылыққа жатады. Ылхаммен мен жақсымын, сен жақсысың. Енді былай сөзді алып ортаға тастайтын болсақ, қара, мен гәпімде жан бар ма, жоқ па? Жан бар. Бар. Мен дұрыс айтамын. Енді Ылхамның мен істеп отырған бір не дейді, жігерлілігін мен Ылхамның қолдап қуатлаймын, бірақ сенің қателеріңді мен мойындамаймын дегенлерімдей, оның да Ылхамның да айырым бір затлары бар. Бұйырса, қазір былай қылайық. Бірақ золотой человек. Қайыр сақалды постоянно жасып ақша тастап кетеді. Мен оны білемін, институтта бірге оқыды ғой бізде мен. Оның адамгершілігі, не дейді, жорашылығын, мен оның ондай затларын мен қадірлеймін. Енді арасында ол да өзін еркін тұтқаннан азма шаятын жерлері бар, айту керек енді. Мен жаңа бір затты айтып өтіп кетейін. Ана жерде бір гәп айтылды ғой, Заировларға айтылды ғой. Ертең сені ташкентский блогерлер көрсе, сені Қарақалпақтың осындай блогері деп ойлайды. Деп сен сол уақытта одан профессионализм талап еттің ғой. Сол уақытта біреу жазды астына. Сонда кім Бунтайды көрсе ташкентский блогерлер не деп ойлайды сонда деген зат жазды. Ойлағанда достойный мужик деп ойлайды. Мәселе. Заиров деген енді сөйлеп отырған көрсеш, еркелеп. Енді кішкентай бала шығар, содан кейін сөйтіп сөйлейтін шығар. Бұлай атак керек болса, біздің посттарды кіріп көрсе, качественно түсіріп жатырмыз бәрі. Не качественно затларды алып тастадым мен осы жылдың басында. Анда памсыз видеолар, пародиялар бар ғой. Солардың бәрін алып тастап, қазір сериалға бітіп қаратамыз. Кеше құмар ойынға қарсы видео түсіріп көрдің бе? Мен біріншісін көрген шығармын. Ылхамменен, сол мәселен сондай затларға көбірек бітіп қалатпыз. Көрсін. Чем Заировтікін көргенше мені көрсін. Чем Маклердікін, Мураныкін көргенше. Гордость айта аламын да, салыстыра аламын видеоларымды. Қыдыржанс. Енді ондай жағына гәп жоқ. Енді жаңа видео мәселесіне келетін болсақ, ол фантазия жағына гәп жоқ. Себебі баста Матизбен такси деген нелер істеп жүрген сериялар. Мен сені ол уақытта жақтырмаймын, сөгінетін, бірақ ананы жұмысты көрсем, нормальный жұмыста, ол нен... Соны iPhone 11-мен түсірдім ғой. Мен вызып тастағым келеді да, режиссерларға. Менде поддержка болса, зор киноларды шығара аламын. Ол қамсыз кино емес, любой вкус. Сен сол уақытлары сондай нелерге тиісіп жүрдің, телевидениелерге тиісіп жүрдің, сол уақытлары. Енді, Қыдырияз, телевидение халық көретін жерде
мынандай петлишкамен шығып сөйлеп тұрыпты да, енді ұят қой бұл зат, өзің қарап тұрсаң. ютубқа келіседі ол петлишка деген зат. Но ана телевидениедан мынандай да петлишканың үркерлігі мнерге қыстап қойды. Енді қазір бұл гәп біздерге тиіп жатыр, себебі атвада мен сондай петлишкамен не істедім. Бұл жерде енді мойындау керек, бір-біреуге сұлу сөйлеп отқан жоқпыз біздер. Қазір сезіп отырған болсаңыз, әркім өзінің қатесін мен ойлаймын, сол жақта сондай петлишкамен істеп шықтық. Себебі ол сол уақытта бір заманауиліктің белгісі болып тұр еді. Бір зат айтайын ба? Енді конкретный сөзге келді, Қыдырнияз. Андай. Менен көп адам сөгінбеуімді, мәдениетті тұтуымды талап етеді. Қосықшының орны сахна, радио, мәселен, қосықшы болсын, радио, сахна, телевидение. Бар сол жақтан мәдениетшілігіңізді қылың, сол жақта обсуждать етің. Бер интернет болған неке свободный площадка, да? Қарап тұрсаң. Азыр қосықшы концерт беретін болса да, блогерлардың площадкасына келеді. Интернет ұлыма блогерлардың площадкасы. Егер нөкісте басқаша болып кеткен, Россия анаяқларға қарасаң, интернет блогерлардың площадкасы. Мәселен, блогерлар үшін жаратылып қойған зат. Азыр қосықшыларам концерт беретін болса, через Instagram маған айтады, бұндай историяңа қойып жібер, шілтімас деп. Басқа затларам шығып жатса сондай қалады. Мәселен, көптен көп тамадаларам бәрі сол телевидениеден шыққан балалар ғой бәрі. Театрда оқып шыққан адамдар. Театрда оқыдың ба, театрда жүр. Интернетте не бар деймін да. Еще келіп алып мына жерге келіп, біреуді обсуждать еткені қате деп ойлаймын. Мен телевидениеға барып тұрып, телевидениенің адамдарын обсуждать етіп отқан жоқпын. Мен өзім площадкам, өзім үйімде жүріп спокойно. Сондай жас балалар көреді, басқа зат көреді, сол жас балаларыңыз көрсе, осы жас балаларыңыздың телефонларын тексеріп тұрың, кімді көріп жатыр, кімді көрмей жатыр. Телефон әпердің ба, телефон тексер. Енді қазір сол... Мәселен, қазір ютубта да детский деген зат бар. Сол детскийді басшы берсе, ұлыма взрослыйға көретін контентті көрсетпейді. Ютубтан не? Детский контентлерді көрсетеді. Мәселен. Қазір телевидение көрмейді да адамлардың, ұлым, расын айтатын болса. Телевидениеге деген талап қазіргі уақытта бұрынғыдай жоғары дәрежеде емес. Мүмкін енді бір жерлерінде жоғары дәрежеде шығар. Бірақ енді мың айтқанмен телевидение ол телевидение. Енді қазір бұндай сен айтып отырған нәрсе балаларды бақыласын, қадағаласын деген нәрселер болып отырыпты. Қазір екі жақты да жүйелеп болмайтын дәрежеде де ол негізі тән алу керек. Сен айтып отқан талап та орындалмайды. Қазір ата-аналар балаларын өйтіп қадағалап отыру 100-1. 100-1 ата-ана баласын сөйтіп қадағалауы мүмкін біздерде. Һәм интернет майданында да сондай. Біз интернет майданында жүйелей алмаймыз. Яғни бұндай сен шықпа десең, мен не ақым бар? Бұндай сен сөгінбей шық десең, мен не ақым бар саған? Яқ шықсын, шығып болмна интернетті мен мәселен театрныйды оқымадым ғой. Мектепті зорға бітірдім. Колледж зорға бітірдім ақсаңлап, сауатым жоқ. Мен сол білген ақылымды интернеттен алып отырыппын. Көрген ақылымды, көрген понятиям бәрін сол басым тасқа тиіп көрген мен өмірде да. Мен кітап оқып, мәселен кітап оқығанда да 15 сутка отырғанда Гулливер деген кітапты оқыдым. Сол кезде кітаптың кайфы қандай екенін көрдім да. Реально. Ол кітапты телефонларды жинастырып тастап бар ғой. Мәселен, ол жерде отбой болады. Сағат 6-да. Яқ 10-да отбой болады. Ана бас жанатын зажигалка бар ғой. Прогулка шыққан, ол кезде сигарет шегетін, прогулка шыққанда деп сол сигареттің бас жанатын лампаларын жинап жүретін сындырып. Сөйтіп кеште барып, светті өшіріп тастағанда соны деп жағып қойып, сол Гулливер деген кітапты оқыдым. Просто ана телефоның жоқ ол жерде, ешкіммен сөйлесе алмайсың. Ана жерде кайф та, кітап оқыған. Сол кезде кітаптың кайфын түсіндім. Мынау жаңалық ондай кітап. Расы да, мен сауатым жоқ. Ананы оқығанда орысша ғой. Үйек шығарып деп бастап 4-5 қиын болды. Уже кейін қарап тілім айналып, уже түсініп бастап жатыр. Ана реально кино көріп жатқандай болып отырман да. Расы да. Просто мен интернет, сен театрдан шықтың, музыкантсың, мына жаққа келіп блогерларды жаңа полностью бастан аяққа дейін блогерствомен шұғылданып жүрген адамды обсуждать етпе. Болды. Мен егер дым законға қарсы зат істеп жатсам, мені обязательно шақырып, шапалағымды беріп, қайқышник қыстыратын жерімді қыстырады. Потому что әрбір адамды көріп отырыпты да. Ол жаңағыдай адамдар айтып отырыпты, мәселен, айырым қосықшылар, айырым блогерлар бұндайға неге жазасын бермейді деп. Ол ойыменен бар ғой, ішкі істер бөлімдерді жұмыс істемей жатыр деген зат қап келіп жатыр да. Олар 24-7 қарап отырыпты, кім не шұғылданып отырыпты, кім нені реклама қылып отырыпты.
Енді әзір мына жерде бір қарама-қарсы пікір пайда болып жатыр да. Енді сол образда сен өзің мәселен неге Бунтайға жаза бермейді деп жазып жатырыпты деп жатсаң ғой, оны кім жаза беру керек? Ал яқшы мен шақырып сұрау жауап қылуым мүмкін, а бірақ менен де жоғары образда тұрған сен де. Мәселен мен айттым ғой, парасатсыздыққа статья жоқ дедім ғой, яғни ол һәммесін олар қадағалап қоя алмайды. Мәселен жаңа айтып отқандай, ол ешқандай низамға қарсы зат істеп жатқан жоқ, саясатқа қарсы зат істеп жатқан жоқ, бірақ жаңағы Заировты мысал келтірейік, сондай зат істеп жатыр. Енді сен соларды шығарып соларменен сөйбет өткеріп жатсаң ғой, олар жас блогер. Олар жас блогер болғанда, мәселен оларда мен жасым жетіп қалды, мен дұрыс жолдамын деп ойлайды. Олардікі де сондай. Мәселен әзір сен 40-қа барғаныңда бүгінгі пікіріңді мақұлдамасың бәлкім. Сен де қазір жасым, мен өзіме ақылым жетеді деп ойлайсың ғой енді мәселен. Әмеміз де солай ойлаймыз ғой. Бірақ енді ертең 40-қа барғанда бүгінгі пікіріңді мақұлдамауың мүмкін. Мәселен енді бұйырса қызылы болсаң, қызың ер жеткеннен кейін ой деп солардың заманы, сол қызың менен өзіңнің заманың деп салыстырған уақытта біздердікі әнтек болыпты дерсең бәлкім. Дұрыс. Соныңдай бұл жерде енді қарама-қарсы пікірлер көп, бірақ ұлымалық бүгінгі көрсетуімізде алып шыққымыз келген нәрсе Бунтай негізі кім, не үшін сөгінеді, һәм Бунтай деген жаман образдың артында қандай жақсылықтар бар, соларды алып шыққымыз келді. Меніңше бір мәністе ашып бере алдық Бунтайдың. Бұл жерде біз қазір бір қағазды да көрсеттік, және бір хабарды оқып көрсеттік, бірақ мен көрген бір талай материалдар бар. Һәм интернетке шыққан материалдар бар, интернетке шықпаған материалдар бар. Мен сол үшін да Бунтаймен бұл көрсетуді қылғым келді. Не үшін? Себебі адамларда тек қана жаман тарапын айта бермей, жақсы тарапын көруге үшін. И сразу зат айтып жіберейін. Жаңағы Бунтайға ешкім сөйлемейді деген ол қате мамы. Конкретно мен не то зат істеп қойсам, мені шақырып жазамды береді. Расы. И жас блогерларға сөгініп, контент істеп, маған меңізіме ермен конкретно. Мен өзі уже 33 жастамын, артқа жол жоқ, қылатын затты қылдым. Уже сол образда кеттім, конечно, өкінбейді емес. Менің адамман, менің мұсылман адамман. Мәселен, татуировкам бар, татуировка істе деп ешкімге совет етпеймін. Бірақ өкінемін, себебі органларда жұмыс істегім келді мен. Мәселен, милиция болғым келеді, гаишник болғым келеді. Тыныш. Азанда барасаң, жұмысыңды істейсің, кеште келесің, семьяң қасына. Өкінемін мен. Біздің жолдан жүрмен, расы. Мен уже жүретін зат қылып қойдым, артқа жол жоқ. Ақырғы сұраулардан меніңше іште айтылмай қалған зат қалмады ғой, бармай бір-екі затлар. Полностью мен Инстаграмда полностью айта беремін, іште есет қалдырмаймын. Мен бір сұрау берейін. Бунтай органның адамы деген зат, яғни Бунтай ішкі істерде адамы. Жұмыс істейді емес, соның адамы деген гәп бар. Гәп бар, ондай гәп бар. Ол гәп өзіңе де жетіп келген шығар. Не үшін қалай олай қалыптасты деп ойлайсың, ямаса ол рас па? Өтірік зат ол. Егер органның адамы болғанымда 15 сутка отырып шықпаймын ғой бір видеоның үстінде. Күнде шақырып, мені бақырып деген неше бір қазір штрафлар, машиналар жасайын келіп кетеді. Егер мен сондай бір қанеке сондай болса, жан еркелеп жүрсем де. Еркелеп жүрсем. Ондай зат емес, егер сондай болғанда зор еді негізі. Егер предложениялар болса отказ қылмаймын. Яқ рас зат та ол. Мені конкретно 15 сутка отырып шығатпын, сөгсем естіп жатпын, бақырсам естіп жатпын олардан. Көп зат айтып жатыр маған, ол ішкі істер бөлімдер. Яқшы ажыға деп қатеміп дұрыстайман деп қолдан келгенше дұрыстап жатпын. Соншама қамсыз затларды алып тастадым, киноға фокусировать етіп жатырмын. Режиссерский талантымды күшейте жақпын. Сол кинолар түсіріп, сондай қылып жүре жақпын. Соның үшін мен Қарақалпақстанды қатты жас көремін, өзім өзбек болсам. Мен әрбір Қарақалпақты жас көремін. Потому что мен шыдап тұра алмаймын. Россияда да көп төбелесетінем. Қазақстанның адамдарына қалпақ дегенді қырылысып кететінем. Реально. Соның үшін мен Қарақалпақ жас көремін, сөйде жасаймын, сөйде өлемін. Маған Россияда жасадым, мәселен, Kia капиятым, үйім, бизнесім бар еді, ол жақта тату салоным, көп затым бар еді. Бәрі зат тастап келдім. Бәрі Қарақалпаққа жетпейді. 21 микрорайонға да. 21-ден давно көшіп кеттім, бәрі Қарақалпақстанға жетпейді. Бұл жердің адамлары да мейірімлі.
аш қалмайсың Қарақалпақстанда. Россияда басқа жерде бір күн жұмыс істейме аш қаласың кадыр емес. Мен көрдім ол затты мұсафиршылықты. Бірақ ватаныңда аш қалмайсың. Любой адам, мәселен мен кімге Алишер бар ғой. Содан Алишер мынандай болып қалды, 100 мың бет дұрыс. Болды тастап жібереді. Мейірімді адам бар. Тыныш елде жасап жатырмын. Мен соған кайфпен. Тыныш елде жасап жатқан үшін мен кайф етіп, былай хулиганшылық қылып жүрген шығармын. Болған тынышлықтың несі? Мен тынышлықты қалаймын текке. Кім не десе со десін, анық менің мойныма қоятын адам болса, біздің админ нөмірлерге хабарласып. Мен ешкімнің оқпын, любой жерге барамын. Құласа, былай ақырында хабарлама қылып кетейік. Егер Бунтайға гәпіңіз болса, келіп сөйлесе берің. Анандай қарсылықтан қатты қорқпай-ақ қойың. Оменен төбелесіп кетсек, тағы жағаласып кетсек деп қорқпай-ақ қойың. Бунтай жаңағыдай сіздер керекілі аргументлерді алып келіп Бунтайдың алдына қойсаңыз, яғни бұның қатесін дәлелдеп бере алсаңыз, Бунтай мойынлайды. Яғни жоқтан жоққа жаға жыртысып кетеді оған адам емес. Мен бұл жағына кепілдік беремін. Егер бұлайынша Бунтайдың өзіменен негізгі ішкі дүниясы расында да сондай ма екен, интернетте сөгінеді, ай оның жақсы адам екеніне сенбеймін дейтұғындар болса да, 2 сағатқа сөйбетлесіп кетуге мінекей артта диван бар. Осы жерде арқайын PlayStation ойнап Бунтайменен сөйбетлесіп кетсеңіз болады. Болады, үмкәниет бар ғой. Конечно. Сен неге реклама жағын қозғамай жатсың? Рекламаларды. Дарынсыз рекламаларды. Мен еске түсірген жақсы болды. Еске түсіп, кетіп бара жатқан екенбіз. Мен реклама бойынша бір блог тұрып еді менде, бір блог. Бағана айтты, мен осы Қарақалпақ елін жақсы көремін деді. Мен осы елдің келешегін қайғыраман деді. Осы елдің жастары менің ізімнен жүруін қаламаймын деді. Енді қазіргі уақытта реклама, енді түгел бір уколға отырып кететіндей бүлгіншілік емес қой. Бірақ сонда да реклама қылып отырған затларыңның ішінде қате не қылатын олар бар. Мәселен, біреуі түнгі клубты айтайық. Екіншісі енді қазір ол гейм клуб дегенді біз түгел жаман деп айта алмаймыз. Бірақ енді айрым мәселен кітапханаға салыстырғанда ол дұрыс емес деп айтамыз. Жеке менің өзім PlayStation-ды жақсы шығар, енді жігітлердің бір шерін тарқатып, әйтеуір мына стрессін шығарып, арқайын бақырып, қышқырып, ойнап қайту жақсы шығар. Бірақ басым көпшілік оған қатты претензиям жоқ менің. Бірақ жаңағы жаққа түнгі клубқа, түнгі клубты реклама қылғаным себебі, мәселен, ол жерде охрана бар. Ол жерде неше бір охраналар бар, камера слежениялар бар. Чем көшеде ішіп жүргенші, көп қой енді ішетін адам жоқ емес. Ішіп жүрген сол жерге барып демалың деген мақсатта. Плюс бір адамға жәрдем қылажақ болдық, нәләр сол рекламаны алдық. Азыр бір история қалды, соны түсіріп берсек, онымен уже давайласамыз, басқа қылмайма ол жерде. Ол жерде емес, именно ол жердегі балаларға да әммесін алан салам, әммесін мужик балалар. Бірақ түнгі клуб реклама қылмаймын. Матчтарды реклама қылмаймын. Ал енді компьютерный клубларға келетін болсақ, біздердің уақытымызда компьютерный клуб жоқ еді. Көшеде жүретін едік, арматура ұрлап, мыс теріп. Қазіргі жастар уақытын сояқта өткізеді. Мен ойлаймын, сол жақсы деп ойлаймын. Көшеде қаңғырап жүргенше. Біз ойлайтын жақ екі түрлі де, мен үшін ол зат қатты дұрыс емес болғанның себебі, мен, яғни ояққа кеткен уақытымда мен кітап оқи аламын да. Ояққа кеткен уақытымда мен затпен шұғылдана аламын. Енді мен айтып алайын енді. Бірақ енді мен соның есабынан, мен ана жаңағыдай айтып отқандай көшеде қаңғырып жүрген, анау-мынау адамдарды мен көп көрмеймін да. Жаңағыдай бір зат ұрлап жүрген, немесе көшеде төбелесіп жүрген балаларды мен көп көрмеймін, яғни соның есабынан. Сен соларды көрдің, мен жоғарыдан былай төмен түскім келмейді, сен төмендегі адамдар жоғарыға шығарғың келеді сенің. Яғни қазір ол гейм клуб деген ортадағы зат болып тұр да, яғни оны түгел жаман деп тастай алмаймыз оны, біз түгел жақсы деп те тастай алмаймыз. Яғни ортадағы зат болып тұр ол. Мен оны қатты қараламаймын. Енді ол қаралайтын басқа затларымыз көп қой, бірақ гейм клуб деген менің жораларымда барады. Енді әммесі ол бәрі барады. Мәселен Құтылмұратов барады бақадыр. Бәрі балалар. Мен білемін олар. Ол мынандай да, мәселен қазір CSGO деген бар ғой. Мәселен Айбек Жамалов Қарақалпақстанда бірінші орында тұр. CSGO неге ол? Контурдың бір түрі ме ол? Контур 2 десең бар. Айбек Жамалов бірінші орында тұр. Мәдениетті адам қарап тұрсаң, оған жететіні жоқ. Еще қарап тұрсаң, Қазақстандағы молодой деген жігіт Америкаға барып Қазақстанның флагын көтерді. Содан көп адам Қазақстанды білмесе де, сол молодой деген игрокты таниды.
Мен ham ойлаймын осындай үйгөрөклар шығып Қарақалпақстан таныссын деймін. Айбек неге қосық шығармай кетті деймін. Ол өзі де айтты ғой. Негізі жақсы зат қой, чем көшеде сигарет жегіп наспай атып ішіп жүргенсіз компьютерді көп отырсын деймін. Салыстырмалы зат қой. Мен егер Құда қаласа мен баламды милицияға жұмысқа беремін. Мен арманым сол. Сол үшін чем көшеде жүргенше мен комнатасына тығып қоямын сол компьютерный затлар. Аз-маз енді. Енді нормасымен болса ол да жақсы зат қой. Я, конечно, ол мектеп, оқу бәрі затын контроль қыласың ғой. Мәселен, ана компьютерный ойынға үйретіп алсаң, сабағың таярлап, үйге тапсырманы таярламасаң, компьютер жоқ деп азабын бересің де оны. Түсінсің ба? Сонша ана өзара өз үшін оқып, өз үшін не қылады да. Компьютер ойнамыз. Негізінде мен берген сұрауларға негіз өзіңнің позицияңнан дұрыс деп жауап бересең деп ойлаймын. Сол мәселеде бізде конфликт болады деп ойлаймын. Негізі бүгін бір мөмін адам болды да қалды бұндай. Сен бетте қонақтаман ғой мен. Азыр сен мәселен мен сен мәселен андай затта біреудің үйіне қонаққа барсаң барып демейсің. Мен айтып отырған мәселен бір затлар сол затын қате ғой десе ауа деп мойлап тастап жатсаң да яғни негізі ол мынандай десе сәл конфликт келеді ғой ортада. Енді сен кітап оқыған адамсың. Мәселен сен соны қате деп жатқан болсаң мен соны анализдеймін да уже сразу қате шығар деп қоямын. Мен постоянно біреудің тілін ауырсам кешірім сұраймын. Даже ана қоян мурадан кешірім сұрадым заң секілді. Сен өкілеп қалмадың ба, депрессияға түсіп қалмадың ба деп. Расы. Сондай затта мен қатені мойындап білемін. Бұндай мені хайран қалдыруда давам етіп жатып та. Енді сол жылдың орталарына дейін бұнтайды басқа кейіпте көруіңіз мүмкін. Ұлыма ертең шапканы шешіп тақия киіп кетсе де хайран қалмам. Бұнтайға. Ол Құда қаласа болады ол затлар. Мен былай да бір аура болады адамда да. Аура болады. Сен интернетте бұнтайдың жеке өзің көрмей тұрып интернетте көрсең не деген пәмсізлік мынау дейсің де, сөйтіп бұнтайдың қасына келіп сөйлесіп отырғаннан кейін ана пәмсіз затларын ұмытып кетесің да оның бір ұлыма басқа зат болып кетеді. Содан кейін сіздердің ойыңыздағы қарсылық қазір менде болып тұрған жоқ та бұнтайға. Болмаса жаңағыдай анадан алып мынаған салып сөйтіп отыруға болады ғой. Енді соны көргенде мен сөйтіп айттым. Мен арасын айтсам оны көруге сабырым да жеткен жоқ. Эверест майларын. Эверест майларын әжетханада түсіріліп, енді мен ар жағын айтпай ақ қояйын. Мен оны менің немдегі адамдар оны көру қиын шығар енді. Бірақ ол затларға қалай сен мынандай да. Одан егер енді сен адамға маған подписка басып қоймаған шығар. Былай айтатын болсақ, Қазақстанның адамдары сол Байрамгүлді көріп бастады да. Обсуждать етіп бастады, экспортлашып сөйлеп бастады. Потому что ол уақытта Байрамгүл сіңліміздің әрбір видеосы миллион просмотр тұр еді. Хамма обсуждать етіп отыр, Қазақстан, Ташкент қылып жатыр да. Біреулер жамалап жатыр, маған көбінесе жамалап жатқандар түсті. Адамдар жіберді. Сөйтіп сен енді ол уақытта уже Байрамгүл деген берекет стройдың басқаның рекламаларын алып бастады ғой. Сол кезде мен айттым, реклама қылып жүрсем мынау кухня-пухнялар тұрса болса чөтке болады екен деп не. Мен сол затты айтып шықтым да, маған адамдар айтты, сен көре алмай жатсың Байрамгүлді деп. Сөйтіп мен айттым, көре алмай жатқан жерім жоқ дедім. 1 миллион жинау керек па саған дедім. Сондай памсыз видео түсіремін дедім. 1 миллион дедім. 1 сағат 2 сағаттың ішінде жинап тастадым. Ол да на принцип кеткен зат, На принцип кеткен зат. Памсыздықтың шыңын көрсетейін сіздерге деп. Міне қараң, қазір Қадырнияз отырыпты. Қадырниязға жақпады, міне. Бүгін бізде Эверест майлар. Удалит. Бүгін бізде Эверест майларына мәйек. Неше миллион просмотр кетті осы жерде? 2 миллион почти. 2 миллион удалит етіп тастадым. Маған ол зат абырой емес та, ол просмотр. Яғни өзіңді дәлелдеп болдың. Міне маған қара, тексер міне, жоқ уже. Болды, көрініп тұр, маған көрініп тұр. Болды. Азыр мына видеоны көріп болғам, сол видеоны таба алмайсың. Мен үшін ол зат абырой емес. Яғни мен істеп любой время жинай аламын бұл 1 миллион просмотр. Просмотр жинау жыр емес. Жыр емес, любой адам мәселен жинайды ғой. Мәселен сен неге сен мәселен Қадырниязды көретін адамдар көп болуы керек. Қарақалпақ тілді чисто сөйлейді, сөйлеген кітаптай болып сөйлейді. Көп болуы керек та адамдар. Қадырниязды көрмейді, скучно, іш пісіп кетеді. Маған ұқсаған жаңағы пәмсіздерді көреді. Адамдарға қазір қызық керек, настроениясын көтеру керек. Депрессияда, кредитке бар, суицидке барып жатқан адамдар көп. Расы. Мен контроль қылып тұрамын сол затлар. Көбінесе мен қайғы-сақауат істей беруіме де болмайды. Адамдар депрессияға кіріп кетеді. Кредит бар адамда, қатын тастап кеткен, байы тастап кеткен сондай адамдар көп та.
соның настроениясын көтеру үшін памсыз зат қыламан да мен. Расы. Анау қылам, мынау қылам, настроениясын көтеремін, жақсы зат шығарамын, онда памсыз зат шығарамын. Ана адам депрессиядан шығып, өмірде қызық затлар көп екен ғой деген ойға келуіне психологиясына атака қыламан да мен көбінесе. Ол постоянно андай деп деген қосықтың лай берсе адам жынырып кетеді ғой. Енді мынандай бір нәрсе ғой, 5 бармақтың бәрін бірдей қылуымыз шарт емес. Өзі Төлепберген Қайыпбергеновтың кітабында не бар? 5 бармақ 5 түрлі болуы мүмкін, бірақ олар жиналса жұдырық болады деген сондай сөз бар да. Әр қайсысы өзінің орнында жұмылып білсе, бұл жұдырық. Яғни бұл бұнтай болатын болса, бұл мен болатын болсам, бұнтай мынандай менімен теңелесуі шарт емес, мен өсуім шарт емес. Бұнтай бұның аудиториясын тыңлайтын адамдар да бар, бұны тыңлайтын аудиториясы да бар. Көшенің қадымгідей не деп айтады, бір ғайбар жігітлері болады. Бәрі менде ғой солар. Мені көрсе айтуы мүмкін, ойбу, мұны кітап болып отырыпты деп. Соныңдай мен тараптегілер бұяқта айтады, не бәле пәмсіз тағы бір зат деп. Яғни бұяқта да тыңлайтұғын, бақылайтұғын адамлары бар. Енді бірақ баста бағана уәдесін алып қойды. Бұйырса әсте ол затлардың бәрін ысырып тастап. Бұлай айтайын, азырам қорықпастан айтамын, Қадыр-Ниязбекте қонақтамын, кімде-кімге ауыр жағдайда болыптым, жағдай болатқан болса, мен любой адамға жәрдем беруге дайынмын. Демек, бұнтайды толық жеке сөйлеспей тұрып тани алмайсыз, бірақ бүгінгі жобамыз арқылы біраз қырын аша алдық деген ойдамыз. Бұндай істеп отырған істеріңе табыс. Менің сенің жақсылықларыңды көріп, жаман жағыңды қоллап жібермеймін, бірақ жаман жағыңды көріп, жақсы жағыңды да ұмытпаймын. Яғни мен сол позициядамын. Мен сенің істеп отырған жақсы істеріңе, жақсы ниетлеріңе, жақсы әрекетлеріңе толық қосылуға, жәрдем беруге, қолдап қуатлауға мен дайынмын, һәм сол тарапыңа мен табыс тілеймін. Рахмет, Қадыр-Нияз. Кеше бір интервьюдан қаз қылдым. Именно сені шақырған себебі, сен четкий, конкретный масканы кимей сөйлесең. Сол зат маған ұнады, сол үшін саған шақырып айттым. Адамлардың мәселен атынан айтып тастадым, мақлер, анау мынау жасырман, хақиқат бұл. Сондай жігітлер, құда қалесе Қадыр-Ниязға енді Қадыр-Нияз достымыз мақлерді шақырса, менің отыруымды қалесе отырайын, мәселен мақлер қалемесе отырмаймын да озат. Сондай құттықтаймын бірінші нелерменен. Рахмет. Құда қалесе жаңағыдай басында айтқанымдай әрбір қосықшы осындай арманда болып қалсын. Передачаға бұйырса қосықшылар бұл ішінде қатты бір планда жоқ. Бұйырды бірақ блогерлер көбінесе. Бірақ блогерлер таусылады. Тасылмайды. Шығады келеді. Демаза қауынның ұрығындай болып. Мен де тәжірибеден өткені сене берді. Көп. Демек, арасын айтқанда, қазір сөйбетті жұмақлағымызда келіп отқан жоқ, бірақ енді сіздерді жалықтырып қоймау мақсатында біз осы жерде жұмақлауға мәжбүрміз. Егер тағы да осы видеоның астында комментарийде бұнтайға еледе қарсы пікірлеріңіз болатұғын болса, ол қарсы пікірлеріңізге де жауап беруге бұнтай таяр, солардан жауап алуға мен таярмын. Яғни мен де бұнтайда ешқандай гәп сөзден қашпаймыз. Қай неміз бар, ортаға қоя аламыз. Көріскенше сау, саламат болың. Кейінгі санларда кімлерді көруді қалайсыз, оларды да комментарийге жазып кетің, һәм олардың қайсы қарау ұнамай отырды сіздерге, оларды да жазып кетің. Бұл көрсетуіміздің мақсаты де сол, халыққа ұнамай отырған инсандардың не мақсатта істеп жатқанын ашқаралап беру, керек болса түзетіп тоғры жолға салып жіберу есептелінеді. Ал бүгін сіздерменен Бұниятбек Егенбердиев, Бұнтай 21 болды, һәм басылаушы Қадыр-Нияз Бабанияз. Көріскенше қош, сау, саламат болың. Қадірлі тамаша көйлер, санаулы секундқа әтібарыңызды басқа жаққа қаратамыз. Біз Нүкіс қаласы ішінде жүру үшін сізге жақсы таксиді, қолайлы таксиді ұсыныс етеміз. 13-11 қысқа номеріне бейпул байланысып, һәм әр қоңырауға 1000 сомнан бонус ұтып алу имканиятына иесіз. Және әр айда телевизор ұтып алу имканиятына, жыл жұмағында Дубайға жоллама ұтып алу имканиятына иесіз. Таксиді 13-11 қысқа номері һәм мобиль қосымшалар арқылы шақырсаңыз болады.
Егер сіз кілем алмақшы болсаңыз, біз сізге Urtex кілем дүканларын ұсыныс етеміз. Бұның абзал тәреплері көп. Біріншіден, бұл қаламыздың қақ орайында жайласқан. Екіншіден, дерлік барлық районлардан тапсаңыз болады. Бұл жерде ізлеген кілеміңізді табу ықтималыңыз жүдә жоғары, себебі бұл жерде жоғары талғамлы һәм кең ассортименттегі кілемлер бар. Бұл жерде төлемнің барлық түрлері бар, һәм өзара келісіп бөліп төлеуге алсаңыз болады. Және бір нәрсені айтып өтуіміз керек, тез-тезден бұл жерде акциялар болып тұрады. Instagram профильдеріне ағза болып, хабардар болып тұруыңыз керек. Мәнзіл Айдын жол Матеке Жұманазаров көшесі бұрынғы қыз кеткен әзіргі Достық каналы көпірінен Мегаға қарап өткеніңізде жолдың оң тарапында жайласқан.